Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Біз бүгін сіздермен ыстықта шөліңізді басатын үй жағдайында молочный коктейль дайындаймыз. Яғни сүтті коктейль. Ол үшін бізге кез келген мороженый, яғни балмұздақ, сосын сүт керек, шоколадный жасау үшін Несквик қостым. Балаларыңыз сүйіп тұрып ішетін нағыз таптырмас жаздың кезіндегі сусын. Видеода көріп тұрғандарыңыздай, балмұздақтың үстіне сүтті қосамыз. Сүтте салқындау болған дұрыс. Балмұздағымызды кішкене тоңазытқыштан шығарып, еріген күйде қоссаңыз тамаша болады. Бірақ қатты еріп кетпегені дұрысырақ. Енді блендердің көмегімен жақсылап осылай бірнеше 10-15 рет шайқап аламыз. Осымен біздің молочный коктейліміз дайын. Өзіңізге ыңғайлы ыдысқа құйып, трубочкамен балаларға ұсынсаңыздар, сүйсініп тұрып ішіп қояды. Ендігі кезек шоколадный молочный коктейль жасаймыз. Сүтті коктейль, ол үшін тағы да біз балмұздақты ыдысымызға салып, үстінен сүтімізді құйып, мен Несквиктің 2 ас қасығын қостым Несквиктан. Сонда өте дәмі керемет, сондай дәмді болып шығады. Шоколад қоссаңыздар да болады, бірақ ол қоссаңыздар шоколад ұнтағын. Онда бір ғана ас қасық жеткілікті болады. Енді блендермен жақсылап блендерлейміз. Барлық мына балмұздақтың мұздарын ерітіп, жақсылап шайқап аламыз, көпіртіп. Осымен біздің коктейліміз дайын. Менің парақшама жазылып, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаймыз достар. Пайдалы болғаны үшін маған да кері байланыс жасап, комментарий жазып, лайк басып, подписки бөліміне өтіп, жазылып кетулеріңізді сұраймын. Сау болыңыздар достар.